Ұлы Отан соғысы кезінде қазақтың талай ұл-қыздары ерлікпен соғыс кезінде қаза тапты. Белгісіз кеткендер де көп. Аты әлгін шекті беймәлім жандар да өте көп. Солардың бірі Баян Байғожина. 1923 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. Ол военкоматқа барып 18 жасында майданға аттанады. Сондағы айтқан сөзі: Мәншүк Мәметованың және басқа да қыздардың өшін алам, сол үшін соғысқа кетіп бара жатырмын дейді. Сөйтіп 18 жасар Баян күзет бөлімшесіне түседі. Бірде Белоруссияның қан майдан шайқасы кезінде көпірді күзетуге қояды. Сағат түскі 12 шамасында фашистардың мотоциклдің гүрілдеген естіледі. Занять позицию деген кезде 7 қыз қаруларын даярлап жасырынып қалды. Емін еркін келе жатқан фашистердің ең бірінші ретінде пулеметшісін нысана қалады. Ашық алаңға келген кезде лезде мылтығын бұрып Баян неміс офицерін жайратады. Екінші оқпен неміс пулеметшісін жайратқан еді. Осы шайқаста Баян 9 немістің салдарын өлтіреді. 1 сағаттан асқан шайқас барысында көпірді бермей фашистар артқа шегінеді. Осы ерлігі үшін Баянды Шыңғыстаудың батыр қызы деп қызыл жұлдызбен және даңқ орденімен марапатталған еді. Осыдан кейін Польша, Литваны азат етуге қатысады. 1945 жылы Берлин операциясы кезінде Гинденбург іргетасында болған шайқаста кескілескен ұрыс барысында немістердің пехотный минометінің жарықшасы Баянның бетіне қадалады. Қан сау етіп ағады. Баян есеңкіреп барып бетін таңып қайта айқасқа кіріседі. Жақындап келе жатқан фашистардың солдаттарының 15-ін сол жерде жайратқан еді. Баян Байғожина қазақтың қаршадай қыздың ерлігін мәңгілік ешкім ұмытпайды. 1945 жылы 24 сәуірде ерлікпен Берлин қаласының түбінде қаза тапты. Баян Байғожинаның денесі Гинденбург қаласының маңында жерленген еді.